Азарыңыздарда Жалауат облысынан келген екі команда кез келуді. Қаракөл шағынан келген Энергетик қаға қаршы Алапқа құрамдарға өте тұрған болсақ Сағынып Отманды күніңіздер менен урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан КТРК спорт телеканалынан Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча биринчилигинен назарыңыздарды бурмакчыбыз. Ал ортодо Жалауат облусунан келген эки команда кез келүүдө. Каракөл шаарынан Энергетик жана Алабука районунан келген Алабука командасы кез келүүдө. Ал ортодо эсеп сандары 6-5. Курамдарды айтып өтө турган болсок, Энергетик тайпасынан баштайлы. Жылдыздуу көк кийим кийген Энергетик командасы 23 катар саны менен команда капитаны Фархат Газиев, биринчи разряд 9-чу Кылымбек Сабыралиев спорт чеберине талапкер, экинчи катар саны менен Нурматбек Сагыналиев биринчи разряд, 15-чи катар саны менен Нуржигит Аманбай уулу спорт чеберине талапкер, 8-чи катар саны менен Эшболот Үсөн уулу спорт чебери, 17-чи катар саны менен Бексултан Рустамжон уулу спорт чебери, 7-чи катар саны менен Жеңиш Журобаев команданын башкы машыктыруучусу, ал ортодо оюнчусу да десек туура болот. 10-чы катар саны менен Жолдошбай Мамбеталиев спорт чеберине талапкер жана Куштарбек Жекшеналиев Теңиртоо курамынан келип кошулуп отурат. Энергетик тайпасына 11-чи катар саны менен жана Илимбек Сабыралиев 9-чу катар саны менен бүгүн оюн көрсөтмөкчү. Ал ортодо Алабука командасы кезектеги упайын алып отурат. Эсеп сандары 9-6, алдыда Энергетик. Ал эми Алабука курамына өтө турган болсо, команда капитаны Кочкоралы уулу Элгиз биринчи катар саны менен оюн көрсөтөт. Спорттук көрсөткүчтөрүн айтып өтө турган болсок, биринчи разряд, экинчи катар саны менен оюн алып бара турган оюнчу Асылбек Арсланбеков биринчи разряд, 7-чи катар саны менен Арген Парпиев биринчи разряд. Ал ортодо Нурмухаммад Бектемир уулу 5-чи катар саны менен оюн көрсөтөт, биринчи разряд. Ал ортодо Нурмухаммад дегенче, Нурмухаммад өзү командасына кезектеги упайын алып келип берип отурат. Эсеп сандары 10-7, алдыда Энергетик. Абдыбек Насиров 8-чи катар саны менен оюн көрсөтөт, биринчи разряд. 12-чи Сыймык Мамуржан уулу, 9-чу Урматбек Суванов, 3-чү Абдрахманов Арсеналы, 15-чи Нуржигит Кубатбеков биринчи разряд, 4-чү катар саны менен Бектемир Адашбай уулу деги чекти болбой Алабука командасынын оюнчусу. 7-чи катар саны менен Арген Парпиев өзүнүн кезектеги упайын алып берип отурат командасына жана команданын башкы машыктыруучусу жана ошол эле учурда оюнчусу спорт чебери Учкунбек Маралов экендигин айтып өтүүбүз зарыл. Эсеп сандары 11-8, Энергетик алдыда. Ал ортодо Энергетик командасынын чабуулу топко оюнга кошуусу кечиресиздер. Ийгиликтүү болуп, эсеп 12-8 болуп отурат. Топту кайрадан Фархат Газиев топто оюнга кошууда. Ал ортодо Алабука жааты өзүнө дагы бир упай жазуу менен эсеп сандарын кыскартууга жетишип отурат.
Toptu Алабука жаатынын өкүлү 5-чи катар саны менен Нурмухамат Бектемир уулу кошууда. Фархаттын көтөрүп бергени жана бул жерде 9-чу катар саны менен Жолдошбай Мамбеталиев жаңылышууда. Бул жерде кайрадан Бектемир уулу Нурмухамат топту оюнга кошту эле. Ал ортодо атаандаштардын пайдасына чечилип, эсеп 13-10 алдыда Энергетик. Эскерте кетсек, Каракөл курамына салыштырмалуу Алабука жааты бир топ жаш командалардын бири десек туура болот. Анткени эң кенже оюнчусу болуп Арсланбеков Асылбек 2003-жылы жарык дүйнөгө келген эскертип өтүүбүз керек. Ал ортодо Алабука курамынын жашы дээрлик бирдей. Ортодогу айырмачылык анчейин чоң эмес. Болгону башкы машыктыруучусу жана оюнчусу болгон Учкунбек Маралов эң тажрыйбалуу оюнчусу экенин айтып өтүүбүз зарыл. 1981-жылы жарык дүйнөгө келген спортчу. Жашы өзүңүздөр күбө болгондой эле 40-ты таяп калган учуру. Ал ортодо Каракөл командасынан келген спортчуларды айтып өтө турган болсок, бир тайпа, бир жаатта Каракөл жаатында 5 спорт чеберине талапкер жана ошондой эле бирдей 3 спортчу спорттун чебери экенин айтып өтүүбүз зарыл. Ал ортодо эсеп 14-13 Алабука командасы топто оюнга кошууда. Энергетик командасынын кезектеги чабуулу жана Алабука жааты коргонууда мыкты. Бул ирет кайрадан атаандаш талаасына жай гана өткөрүп берүү болду. Бул ирет чабуул жана тосмодон узап өткөн топ так гана барып аутка барып калганын көрүүбүз. Ортодогу эсеп айырмачылыгы 2 упай, алдыда Энергетик. 8-чи катар саны менен жеңиш кечиресиздер. Эшболот Үсөн уулу келгендигин көрүүбүз. Ал ортодо Фархаттын көтөрүп берген тобу жана бул рет Жолдошбай Мамбеталиев жаза басууда. Топ Алабука жаатынын карамагында. Топко жакындап келген команда капитаны Элгиз Кочкарали уулу. Элгиз Кочкарали уулу 2000-жылы жарык дүйнөгө келген спортчу. Жаш экендигине карабастан команда капитаны болуп жетишип, өзүнүн командасын бүгүн оюн талаасына алып чыкканын көрүүбүз. Топ Энергетик командасы пайдасына чечилгендиги баарыбызга маалым. Бул ирет Жолдошбай Мамбеталиев топто оюнга кошот. Топ оюнга кошулду. Көтөрүлгөн топ жана сокку. Керемет. Бул ирет Алабука жаатынын 4-чү зонасы ийгиликтүү ишке ашууда. Топто кайрадан Алабука жааты оюнга кошулду жана Энергетик жаатынын чабуулу бул ирет ийгиликтүү болуп чыгууда. Өзүнүн тайпасына упай алып келип берген Куштарбек Жекшеналиев. Эскерте кетсек, Куштарбек Жекшеналиев Теңиртоо жаатынан келип отурат. Бул ирет Энергетик командасынын намысын коргойт. Ал ортодо топ оюнга кошулду. Алабука жаатынын чабуулу жана коргонууда Энергетик командасынын өкүлдөрү бир кыйла түшүнбөстүгүн көрүүбүз. Ал ортодо соккуга аракет жана бул ирет Жолдошбай Мамбеталиев жаза басып атаандаштарына упай ыйгарып берүүдө. 4-чү катар саны менен топко жакындап келген Бектемир Адашбай уулунун тобу ийгиликсиз. Топ кайрадан команда капитаны Фархат Газиевдин карамагында. Фархат Газиев өзү
Toptu oyunga koştu. Jana bul rет Торчо бөгөт коюп, Алапка жаатына упай алып келип берүүдө. Аут, бул рет Алапка жааты жаңылууда. Эсеп сандары 19-17 алдыда Энергетик. Топ oyunga кошулду жана Энергетик жааты биринин артынан бири топту oyunга кошууда, жаза басууда. Ал ортодо башкы машыктыруучу Журобаев Жеңиш Журобаев өзүнүн шакирттерин, ошол эле учурда өнөктөштөрүн акыл насаат айтуу үчүн ортого чакырды. Ал ортодо назарыңыздарда Алабуга командасынын жамаатын көрүүдөбүз. Өзүңүздөр билгендей, тайм-ауттан соң оюндун кыйла өзгөргөндүгүн, бардык оюндун өзгөргөндүгүн биздер менен жакшы билебиз. Ал ортодо топко жакындап келген Алапка жаатынын өкүлү экинчи катар саны менен Асылбек Арсланбеков топту oyunга кошту. Ал ортодо Энергетик жаатынын чабуулу, бул рет ийгиликсиз. Алапка жааты коргонууда мыкты жана чабуул. Бул рет 7-катар саны менен жакшы соккусун узаткан Арген Парпиев өзүнүн жаатына упай алып келип берип отурат. Эсеп сандары кетсек, Алапка жааты 2 упай артта калуу менен атаандаштарын кууп жетип, 2 упай алдыга озуна отурат. Бул рет оюн мындан ары кандай болонары бизге белгисиз. Жана топ оюнга кошулду. Бул рет Энергетик жааты топту кабыл алууда. Кызыктай бир абалга калып калганын көрдүк. Ал ортодо кайрадан Парпиев Арген топто. Аргендин көтөрүп берүүсү жана Энергетик жааты топту кабыл алды. Сокку! Бул рет да Алабуга жааты ийгиликтүү болуп, эсеп сандарын кескин өзгөртүүдө. Эсеп 24-20, сет point Алабуга жааты үчүн. Эгерде бул упайды Алабуга жааты өз карамагына жазып жетише турган болсо, анда бул сет Алабуга жаатынын карамагына өтмөкчү. Деги чек болбой, биринчи сет Алабуга жаатынын артында. Башкы эсеп 1-0. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Экинчи таймда көрүшкөнчө.
Bir жол Кутман күнүңүздөр менен урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Назарыңыздарда Бишкек шаарындагы Кабаулу Кожомкул атындагы спорт сарайынан түз алып берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан биринчилигинин алкагында өтүп жаткан беттештердин бири. Назарыңыздарда Жалал Абад облусунан келген эки команданы назарыңыздарга бурмакчымын. Энергетик жана Алабука эсеп сандары. Экинчи сет 3-1, алдыда Энергетик жана башка эсеп 1-0. Биринчи сетти Алабука жаты. Эки упай артта калуу менен келе жатып, атаандаштарын кубалап жеткенден тышкары дагы атаандаштарын жеңип отурган сиздер менен бирге күбө болдук. Жалпы биринчи сеттин эсебинде ал ортодо, экинчи сеттин эсеби 3-2, алдыда Энергетик, бул ирет. Упай Энергетик жаатында эсеп 3-4, алдыда Энергетик. Топко жакындап келген оюнчу, Энергетик жаатынын оюнчусу Эшболот Үсөн уулу өзүнүн жаатына эйс алып келип берүүдө. Эсеп 5-3, алдыда Энергетик. Эшболот Үсөн уулунун кубаттуу оюнга кош берүүсү жана бул ортодо Алабука жаатынын кезектеги упайы. Эсеп 5-4. Алабука жаатынын оюнчусу 8 катар саны менен Абдыбек Насиров топтойго кошту жана Тосмодогу иш аракет, бул ирет. Тосмодо мыкты, аз жерден жаза басып ала жаздады. Бул ирет атаандаштардын Мари такмасына жыккан Фархат Газиев өзүнүн жаатына кезектеги упайын алып берип отурат. Команда капитаны. Эсеп 6-4, алдыда Энергетик. Энергетик жаатынын оюнчусу Жолдошбаев Мамбеталиев топто оюнга кошууда. Ал ортодо калыстын ышкырыгы жана упай. Энергетик жаатына жазылууда 7-4. Ал ортодо топто оюнга кошуу. Көтөрүлгөн топ жана сокку. Бул ирет. Сокку дала тышына өтүп кеткендигин көрүүдөбүз. Эсеп 8-4. Ортодогу айырмачылык 4 упай. Ал ортодо 10 катар саны менен кайрадан Жолдошбай Мамбеталиев топто оюнга кошуу менен бул ирет. Алабука жаатынын тоспосу ийгиликтүү иш алып баргандыгын көрүүдөбүз. Топко жакындап келген 4 катар саны менен. 4 катар саны менен Бектемир Адашбай уулу. Ал ортодо кубаттуу сокку жана аут сызыгынан өтүп кеткендигин көрүүдөбүз. Бул ирет. Топто оюнга кошууда 5 катар саны менен Нуржигит Аманбай уулу жаза баскандыгын бирге көрдүк. Ал ортодо 5 катар саны менен Алабука жаатынын өкүлү Нурмухамат Бектемир уулу топто оюнга кошууда. Топто алууда, аз жерден жаза басага жастаган. Бул ирет экинчи ирет. Сокку Энергетик жаатынын соккусу ийгиликсиз өңүттө жүрүп жаткандай таасир калтырган, бирок ал ортодо упай Энергетик жаатынын пайдасына чечилип, эсеп 10-6, алдыда Энергетик. Команда капитаны Фархат Газиев, эскерте кетсек, эң бир тажрыйбалуу спортчулардын бири десек болот. Бул чемпионатта 1987-жылы жарык дүйнөгө келген спортчу. Бул ирет. Караңыздарчы кандай кубаттуу сокку менен Эшболот Үсөн уулу өзүнүн жаатына упай алып келип берип отурат.
Негізден Эшболот Үсөн ұлы мұндай соққылардан бөтінші, екінші жана төртінші зоналарда өзін мықты алып барғандығын жақсы білеміз. Ал ортада Фархат Газиев жаңылышуда, топ ойынға қосуда. Есеп 11-7. Топты қайрадан Алапқа жатын өкілдері қосылғанда. Бұл рет Алапқа жатын тосмосы игіліксіз еш алып барғандығын көрудөз. Ал ортада 9-чы қатар саны менен Илимбек Сабыралиев топ ойынға қосуда. Бірінші разрядтағы спортчу. Ал ортада Алапқа жатын қорғаушылар жаза басуда. Топ тақшып қағана бар. Қағылғандың көрудөз. Бұл рет қайрадан топ ойынға қошу жана аут. Оа. Есеп 13-8. 5 пай армачылығы менен энергетик алды. Ал ортада топ ойынға қошу. Бұл рет қуат соққы жана көтерілген топ. Шабуыл. Бұл рет Алапқа жатын 8-чі қатар санына ойын алып барған ойыншы Арсеналы Абдрахманов өзін жатына ұпай алып келіп беріп отырады. Есеп сандары барған сайын қысқаруда. 7-чі қатар саны менен ойын алып барған ойыншы. Бұл рет сауал жасап өзін жатына кезектегі ұпайын алып келіп беріп отырады. Сауалы өзіңіздер білгендей көбінесе учурда көрі бербейбіз. Мұндай бір чоң беттештерде жана кезектегі соққы тосмодо. Алапқа жатының игілікті еш алып барғандығын көрудөз. Есеп сандары 13-12 алдыда энергетик. Ал ортада Эшболот Үсөн ұлының соққысы игіліксіз болғанын көрудөз. Албетте тосмода игілікті ойын алып барышуда. Қайрадан топ ойынға қосылды. Эшболоттың соққысы жана Эшболоттың соққысы энергетик жатына кезектегі ұпайына тартылап отырады. Бұл рет топ энергетик жатында. Топты ойынға қосылар. Замат Алапқа жатын бірінші толқындағы чабуылы жана жоуына міне қайтарады энергетик жаты. Қайрадан екінші толқын менен чабуыл. Игілікті, албетте, атандашын алда өте ұтмасы, өте игілікті орын алғандың көрді. Есеп сандары 14-14. Екі жаттың қызу даярдық көргендігін, бұл беттештерге қызу даярдық көріп келгендігін көрді. Ал ортада жаза басқан Алапқа жаты қорғынуда алсыз жана Эшболот Үсөн ұлының соққысы менен энергетик жаты бір ұпайға осыда алға шыға отырады. Топқа жоғарыдағы ұпайдың авторы Эшболот Үсөн ұлы жақындап келді. Эшболоттың топты ойынға қосусы жана аут. Ұпай Алапқа жатында. Есеп 15-15. Бұл рет топта 8-чі қатар саны менен Абдыбек Насиров. Абдыбектің көтерген тобы жана бұл рет атандаштарының таласын тышына өткендігін көрді. Сауыт авалы. Ұпай энергетик жатында. 10-чы қатар санымен ойын алып барған
спорт шеберіне талапкер Мамбеталиев Жолдошбай бұл рет жаза басып. Алапқа жатына Упай ұйғарып беруді. Ал ортада кезектегі алмашу. Теңіртау жатынан келген Құштарбек Жекшеналиев ойын таласына шығып. Өзінің өнөктөші Жолдошбай Мамбеталиевтің орындан шыққанын көрді. Жана бұл рет дағы да олсо Эшболот Үсен ұлы өзін жатына Упай алып беріп жетішуді. Қайрадан топ энергетик командасы қошуда. Ал ортада соққыға аракет. Чаул жана бұл реттағы энергетик жаты. Екінші толқынменен Чаул алдап ырғыты ұқмасы. Бұл рет қайрада соққы торчоғы тиюменен Алапқа жаты. Энергетик жатына Упай ұйғарып беруді. Есеп 18-16 алдыда энергетик. Қайрадан топты ойынға қошуда. 15-ші қатар саныменен Нұржігет Аманбай ұлы жаза басып. Андаңдаштарын Упай менен ұйғарудан 5-ші қатар саныменен топқа жақындап келген Нұрмұхамат Бектемир ұлы. Ал ортада алдап өті ұқмасы. Жана бұл реттағы Фархаттың өтіріп берген тоу. Бұл рет Алапқа жатын Чаулына. Игілік дөңгітті қалғандай көрсеткен. Ал ортада Эшболот жоңғана атандаштарын таласына ырғыт беруге әрекет жасады. Жана бұл рет Алапқа жатының капитаны Элгиз Қочқаралы ұлы өзін командасынан шыны капитандық мүнөзді Упай алып келіп беруді. Бұл рет энергетик жатын Чаулы жана қорғонуда тосмода Алапқа жаты мықты. Бұл рет қайрадан да бір соққы. Энергетик тайпасын жоу жана бұл рет топты қауыл алуда. Парпи Фарген жаза басып. Энергетик жаты өзін қарамағынан да бір Упай жазып жетішіп. Есеп сандары 19-18. Алдыда энергетик. Фархат Газиев топты ойынға қошты. Ал ортада көтерілген топ. Жана атандашын алдап өту әрекеті. Элгиз Қошқаралы ұлы өзін командасына Упай алып келіп беруді. Ал ортада топты ойынға қошу. Бұл рет Фархаттың көтеріп берген тоу. Жана Эшболоттың соққысы. Эшболот Үсен ұлы бұл рет тағы болса командасын намысын қорғап, өзін жатына да бір Упай жазып жетішуді. Есеп 20-19 алдыда энергетик. Топта 9-ші қатар саныменен Қылымбек Сабыралиев. Бұл рет торчоға тиген топ. Алапқа жаты жазаласып, ортадағы айырмашылық 2 ұпайға өсуді. Топта 9-ші қатар саныменен Елімбек Сабыралиев. Көтерілген топ жана қараңыздарчы, қандай ғана қуатты соққы. Элгиз Қочқаралы ұлы дағы бір Упай өзін командасына алып келіп беруді. Есеп сандары 21-20 алдыда энергетик. Топты ойынға Алапқа жатын өкілі 7-ші қатар саныменен Арген Парпиев қошады. Парпиев Аргеннен қошқан тоуы. Бұл рет топ либерада. Либера Эшболотқа ұзатқан. Эшболот бұл жерде алсыз албетті. Бұл рет Упай Алапқа жатын пайдасына чечілуді. Ал ортада тайм-аут несі энергетик жатын башқы түрісі тайм-аут сұрап жетішті. Есеп сандарын 21-21 қараңыздар. Қандай ғана қыл чайнашқан, бүйір қызытқан беттеш. Бізден ешқайда алыстауаңыздар. Алдыда да көптеген матчтар күтіп тұрады. Тайм-аут соңына келіп жетті. Қаласының ышқырығы 2 жат. Бірде қайрадан ойын таласына шығудан. Топта Арген Парпиев. Парпиев Аргеннің көтерілген тоу. Жана бұл рет Эшболоттың соққысы. Жана қараңыздарчы.
Тосмо ийгиликтүү ойун алып барганы менен Эшболот Дүсөнұлу бул ирет өзүнүн тайпасына дагы да болсо пайдасын тийгизип, упай алып келип берүүдө. Эскерте кетсек, энергетик жаатында бир тууган Сабыралиевдер ойноп жаткандыгын айтып өтүүбүз керек. Илимбек жана Кылымбек Сабыралиевдер агайыны бир жаатта ойун алып барышат. Кылымбек тууралуу айтып өтө турган болсок, 2001-жылы жарык дүйнөгө келген спортчу, спорт чеберине талапкер жана анын иниси Илимбек Сабыралиев 2003-жылы жарык дүйнөгө келген. 9-катар сан менен ойнойт, 1-разряд. Ал ортодо. Алапка жаатынын капитаны менен башкы калыстын аталаа калыстын сүйлөшүп жаткандыгын көрдөбүз, талкуулашып жаткан. Топ оюнга энергетик жааты кошуп берүүдө. Бул ирет көтөрүлгөн топ жана караңыздарчы. Элгиз Кочкорали уулу дагы да болсо өзүнүн жаатын алга сүрөп, эсеп сандарын кыскартып отурат. Эсеп 23-22, караңыздарчы, кылча айнашкан таймаш. Бул ирет топту Элгиз өзү келип кошуп жаткандыгын көрүүбүз. Элгиздин көтөрүлгөн тобу. Бул ирет Эшболоттун соккусу жана Эшболоттун соккусу албетте экинчи зонада албетте ийгиликтүү ойун алып барып жаткандыгын көрүүбүз. Эшболоттун физикалык жактан даярдыгы абдан мыкты. Назарыңыздарда Эшболот Үсөнұлу топту оюнга кошуу менен кайрадан топ энергетик жаатында чабуул. Эшболоттун соккусу жана караңыздарчы, Эшболоттун соккусу сет point алып берип, эсеп сандары 25-22 менен экинчи сет аяктады. Эсеп башкы эсеп 1-1, эки жаат тең бирдей. Биринчи сетте энергетик жааты алапка жаатына алдырып койгон болсо, ал ортодо алапка жааты тең тайлашып келе жатып, энергетик жаатына алдырып отурат. Да бир ирет арбаңыздар, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан волейбол боюнча Кыргыз Республикасынын биринчилигине назарыңыздарды урмакчыбыз. Башкы эсеп 1-1. Энергетик жана Алабука жааттары кезгелүүдө.
Энергетик жаатты эскерте кетсек, Жалал Абад облусуна караштуу Каракөл шаарынан келип отурат. Ал эми Алабука жааты өзүңүздөргө атына жараша эле Алабука районунун өкүлдөрү экенин айтып өтүүбүз абзел. Бул жерде техникалык тактоолор болуп жатканын көрүбүз. Жана башкы калыстын ышкырыгы жаңыраар замат оюн башталмакчы. Алабука жаатынан топту Алабука жааты оюнга кошот. Ал ортодо 5-катар саны менен Нурмухамат Бектемир уулу топту оюнга кошууда. Ал ортодо Эшболоттун соккусу кайрадан бул рет Тосмо ийгиликсүү. Тосмо Алабука жаатынын Тосмосу ийгиликсиз. Жана Упай. Алгачкы Упай энергетик жаатынын карамагына жазылып отурат. Фархаттын көтөрүп берген тобу бул рет жана сокку. Керемет. Бул рет да энергетик жааты мыкты. Эскерте кетсек, бул жааттын эң мыкты оюнчуларынын бири команда капитаны Фархат Газиев топту оюнга кошууда. Фархат Газиевдин көтөргөн тобу жана бул рет атаандаштардын алдап өтүү ыкмасы ишке ашкан жок. Алабука жаатында өз ара түшүнбөстүктөн улам Упай атаандаштардын карамагына ыйгарылып отурат. 3-0. Алдыда энергетик. Фархат Газиевдин тобу бул рет жакшы кабыл алуу. Жана энергетик жаатында түшүнбөстүктөр. Топ кайрадан Алабука жаатынын оюнчусу 2-катар саны менен оюн алып барган Асылбек Арсланбеков жана Упай Алабука жаатына жазылып, кезектеги эйс орун алып отурат. Топту кайрадан Асылбек Арсланбеков оюнга кошот. Асылбектин топту оюнга кошуусу жана дагы бир рет Упай экинчи эйс катталып отурат. Энергетик жаатта кайда карап жаткандыгы бизге белгисиз. Эсеп 3-3. Тараза ташы теңелди. Бул рет Асылбек Арсланбековдун топту оюнга кошуулар ийгиликтүү орун алып барууда. Бул рет Фархаттын көтөргөн тобу жана 17-катар саны менен Бексултан Рустамжон уулу жаатына, өзүнүн жаатына дагы бир Упай алып жетишүүдө. Бул рет энергетик жаатынын Тосмосу ийгиликтүү иш алып барууда. Топту 11-катар саны менен Коштарбек Жекшеналиев оюнга кошмокчу. Теңиртоо жаатынын экс оюнчусу десек туура болот. Ал ортодо көтөрүлгөн топ сокку жана Эшболоттун Тосмосу ийгиликтүү болуп отурат. Жана атаандаштарын алдап өтүү ыкмалары бул рет колдонбой. Жана энергетик жаатынын Тосмосу ийгиликсиз иш алып барып, Бексултан Рустамжон уулу блокто алсыз. Бул рет 7-катар саны менен Арген Парпиев топту оюнга кошуу менен Фархатты көтөргөн тобу жана Эшболот бул рет атаандашын алдап өтүү ыкмасын жасап көрмөкчү болду эле. Ал ортодо Фархаттын кайрадан көтөрүп берүүсү сокку. Алабука жааты топту кабыл алууда алсыз. Топ энергетик жаатында чабуул. Караңыздарчы, кубаттуу сокку. Жолдошбай Мамбеталиев өзүнүн командасына
алғашқы ұпайын алып келіп беріп отырады. Албетте қуатты соққы. Бексултан Рустамжанұлы топ менен. Топ ойынға қошу. Жана. Бұл рет Елгистен Чаулы торчоға тиіп. Елгистен Чаулы дәрексіз. Ал ортада есеп сандары 8-4. Ортадағы айырмашылық 4 ұпай. Бексултан Рустамжанұлының тобы. Бұл рет қайрадан Елгиске ұзатылмақшы болған топ, бірақ қараңыздар шыққандай қуатты соққы болды. Екінші зонада ойын алып барған ойыншы бұл рет қуатты соққы ұзатып, атандаштарын айламалын алты кетіп отырған үшірі. Ал ортада дағы бір қызықты комбинация, жана ұпай Алапқа жатының қарамағында. Бұл рет Елгис өзі топты ойынға қошын. Бұра көрді, жана Тосмодо Алапқа жатын ойыншылары. Абдыбек жана Нурмухаммад Тосмодо игілікті ойын алып барып, жат өзін Алапқа жатына ұпай алып келіп беріп отырады. Елгис Қочқарали ұлы топты ойынға қошуда. Барғатты көтеріп берген тоу, жана бұл рет 15-ші қатар санмен ойын алып барған. Нұржигит Аманбай ұлы спорт шеберіне талапкер. Чавулда игілікті. Топта Ешболот Үсен ұлы кенен айт өтіз. Зарыл Ешболоттың қуатты топты ойынға қошусы, жана қараңыздарчы. Бұл рет Абдыбек Насиров өзінің командасына ұпай алып келіп беріп отырады. Топты өз ойынға қошуды. Абдыбек Насиров топты ойынға қошусы. Көтерілген топ, жана Тосмодо Алапқа жатының ойыны игілікті өңілді жүріп жатқандай тәсір қалдырғаны менен, бирок ұпай энергетик жатына жазылып жатқандай көрдіңіз. Ойын таласынан тышқары кетіп қалған. Ал ортада топты ойынға қошу. Жана атандаштардың алда өтті ұтмасы дарексіз. Дағы да олса ұпай энергетик жатында, есеп 11-8 алдыда энергетик. Энергетик жатын топты ойынға қошусу. Жана соққы, бұл рет топты қаулы алуда. Мықты, жана Ешболоттың соққысы бұл рет игіліксіз. Қараңыздар шыққандай ғана. Менше Ешболоттың соққы орыннан тақ секірусі. 1,5 метрден да қила биіктікке секіргенде көрі алдық. Ал ортада Фархат көтеріп берген тоу, жана қараңыздарчы. Нұржигит Аманбай ұлы өзінің кезектегі Чаулы менен, кезектегі қуатты соққысы менен өзінің жатына ұпай алып беріп отырады. Есеп 12-9. Ал ортада топты ойынға қошуда. Спорт шеберіне талапкер Нұржигит Аманбай ұлы жаза басып, атандаштарына ұпай қаруда. Топта Нұрмұхаммад Бектемир ұлы топты қаулы алуда, Алапқа жатық ойын алып барып, бұл рет жаза басуда. Абдыбек Насиров топты қаулы алуда. Жаңылышқаны көрдіңіз. Фархат Газиевтің топқа ойынға қошусы. Жана Елгис. Албетте Елгис қуатын соққы ұзатып жатып, бұл рет энергетик жаты жаңылғандың көрдіңіз. Алапқа жатынан екінші қатар санымен Асылбек Арсланбеков. Фархатты көтерген тоу, Ешболоттың соққысы, жана албетте ойын таласының тышына түшіп қалған топ. Энергетик жатынан бүгін Ешболот Үсен ұлы албетте талассыз ең мықты ойыншы десек тура болады. Ал ортада Фархаттың қайрадан көтеріп берісі Ешболот топқа жетіп келу әрекетін көрген, бирок атандашын алда өтті ұтмасы орын алғандың көрді өз. Бексултан Рустамжан ұпай алып берді өзінің жатына.
Куштарбек Жекшиналиев топты оюнга кошуудан кыйла тажрыйбалуу спортчулардын бири. Элгиз бул ирет атандаш талаастын жай гана өткөрүп коюу менен. Алек ал ортодо Упай энергетик жаатында топто дагы да болсо. Куштарбек Жекшиналиев топты оюнга кошуу. Элгиздин кубаттуу соккусу ордалабы бул ирет. Элгиз атандашын алдап өтүү аракетин көрүү менен өз ара түшүнбөстүк. Жана кайрадан Куштарбек Жекшиналиев топты оюнга кошууда. Бул ирет караңыздарчы дагы да болсо энергетик жааты тажрыйбалуулуктун көрсөткүчүн көрсөтүп, алапка жаатынан үстөмдүк кылууда. Упай эсеби 5 упай айырмачылык бар. Энче алапка жааты тайм-аут алуусу зарыл. Анткени эгер бул таризде беттеш уланып турган болсо, албетте бул сет уланып турган болсо, алапка жаатынын пайдасына чечилбей калчудай. Ортодо алмашуу. Оюн талаасын 11-чи саны менен катар саны менен Куштарбек Жекшиналиев таштап кеткендигин көрүбүз. Анын ордуна Сабыралиевтердин улуусу Кылымбек спорт чеберин талапкер оюн талаасына чыккандыгын көрүүдөбүз. Бул ирет Бексултан Рустамжон уулу топто оюнга кошуу жана чабуулда Элгиз бул ирет ийгиликсиз эсеп 19-13. Жана топто кайрадан чабуул бул ирет Тосмодо алапка жаатын пайдасына чечилип отурат. Тосмо Эшболот Дүсөн уулу баштаган бул Тосмо бул ирет ийгиликсиз болуп. Элгиз Кошкарали уулу топто оюнга кошууда. Фаркаттын көтөргөн тобу жана бул ирет Нуржигит Аманбай уулу спорт чеберинин талапкер 1993-жылы жарык дүйнөгө келген спортчу. Топто команданын мыкты оюнчусу Эшболот Дүсөн уулу топто оюнга кошот. Ал ортодо Эйс абалы катталып отурат. Эйс абалы катталып, Упай энергетик жаатында 21-14. Алгачкы таймдарга салыштырмалуу артыкчылык чоң. Ооба, жогоруда айтып өткөндөй эле тайм-аут алапка жаатында. Топто Эшболот бул ирет Эшболот жаза басып алапка жаатын пайдасына бул упай чечилүүдө. Эсеп 22-15. Арген Парпиев бул ирет топто оюнга кошууда жана бул ирет энергетик жааты ийгиликтүү оюн алып барып жаткандыгын көрүүдөбүз. Ал ортодо 10-катар саны менен
энергетик жаттын өкүлү Жолдошбай Мамбеталиевдин топто оюнга кошуусу жана атаандаштардын алдап өтүү аракети болгон. Жакшы. Эшболоттун аракети бул ирет. Соку! Караңыздарчы, кандай гана кубаттуу соку. 4-чү катар саны менен Бектемир Адашбай уулу. Адашпастан өзүнүн командасына упай алып келип берип отурат. Эсеп сандары 23-16. Алдыда энергетик жаты соку. Бул ирет. Алапка жаты чындап адашып отурат. Өз ара түшүнбөстүктөн. Топ так гана бош зонага барып түшкөн. Жана топту кезектеги оюнга кошуп берүү. Алапка жатынын соккусу кандай ишке ашаарын бизге али белгисиз. Бул ирет кайрадан кубаттуу сокку жана упай алапка жатынын пайдасына чечилип отурат. Энергетик жаты үчүн албетте бул сет point. Эгерде бир упай ала турган болсо, пайда энергетик жатына чечилип калат. Бул сет ал ортодо. Ооба, айтып өткөндөй эле энергетик жатына Фортуна жылмайып, экинчи сетте энергетик жаты 25-17 эсеп сандары менен жеңүүчү аталып отурат. 3-чү сетте бизден алыстабаңыздар. Алдыда 4-чү, эгерде биздин бактыбызга 5-чи сет орун алып кала турган болсо, анда көрөрмандардын гана бактысына жакшы болот демекчимин. Арыбаңыздар, урматтуу спорт сүйүүчүлөр. Кайрадан сиздерди оюн талаасына назарыңыздарды бурмакчымын. Бул ирет 4-чү сетке сиздер менен күбө болдубуз. Эгерде алабука жаты бул ирет бул сетте жеңишке жетише турган болсо, сиздер менен баарыбыз жакшы көргөн 5-чи эң кызыктуу, бүйүр кызыткан, интрига жараткан беттеш сетине күбө болмокчубуз. Ал ортодо эсеп 1-1. Тараза ташы бирдей, ал эми башка эсепте энергетик жаты. Бул ирет алапка жаты, караңыздарчы, кубаттуу сокку менен атаандаштарын айламаны 6 кетирип турган учуру. Ал ортодо Парпиев Аргендин топто оюнга кошуусу. Бул ирет Эшболот секирүүгө болгон аракет жана Бексултан Рустамжон уулу өзүнүн жатына упай алып кетип бергендин көрдөбүз. Эскерте кетсек, оюн талаасында азыркы учурда 7-чи катар саны менен оюн алып барып жаткан оюнчу бул
команданын башкы тренери. Энергетик жатынын тренери. Ал ортодо кызыктуу бир сокку. Эшболот Үсөн уулу. Жатына кезектеги упайын алып келип берип отурат. Топто Бексултан Рустамжон уулу кайрадан. Бексултандын топто оюнга кошуусу. Ал ортодо Алапка жаты өз ара түшүнбөстүк. Бул ирет энергетик жатынын чабуулу жана. Караңыздарчы кандай гана чеберчилик. Топты өзүн карамагына сактап калууга чечишкен жана аз гана жерден жаза басып кала жаздаган Алапка жаты өзүн капчыгына кезектеги упайын алып отурат. Топто команда капитаны Элгиз Кочкоралы уулу. Дек жокту болбой Алапка жаты жаза басып отурат. Ал ортодо эсеп сандары 4-3. Энергетик алдыда. Эшболоттун кубаттуу топто оюнга кошуусу караңыздарчы, кандай гана бир күчтүү, кубаттуу сокку. Эшболот талашсыз бул сезондун мыкты оюнчуларынын бири десек туура болот. Топто кайрадан Эшболот. Алапка жатына бул ирет сак болуулар абзел жана караңыздарчы. Эй сабалы. Алапка жаты кезексиз тайм-аутун алып отурат. Ал ортодо эки команда бирдей пикир алышып жатканын көрдүбүз. Жана Эшболот Үсөн уулу топто. Эшболоттун көтөрүп берген тобу жана караңыздарчы. Бул рет Эшболот Үсөн уулу жаза басып, Алапка жатына упай катып берүүдө. Топто Абдыбек Насиров жакындап келгендигин көрүбүз. Абдыбек Насиров терең ойлонуу менен топто оюнга кошту жана бул рет караңыздарчы энергетик жаты өз ара келишпестиктен упай алдырып отурат. Мындай кызыктуу учурлар болуп турат. Өз ара түшүнбөстүктүн артында. Ал ортодо сокку жана топ энергетик жатында тосмо ийгиликтүү. Бул рет караңыздарчы, бул рет энергетик жаты жогоруда кайталаган катасын кайталап отурат. Топто дагы да болсо Абдыбек Насиров. Абдыбектин топто оюнга кошуусу жакшы. Караңыздарчы, бул рет атаандаштардан биринчи топто Алапка жаты оюн алып барып, бир упай алдыга чыгып отурат. Абдыбек Насиров жана кубаттуу сокку. Бул рет албетте Алапка жаты бул эпизоддо алсыз. Мындай кубаттуу соккуну тозуу оңой олтон бир иш эмес. Топто 10 катар саны менен Жолдошбай Мамбеталиев. Топто оюнга кошуу. Кубаттуу сокку ордолоо жок, атаандаштарын алдап өтүү. Ыкмасы. Албетте кызыктуу бир эпизод. Жана Эшболоттун соккусуна Алапканын тосмосу ийгиликтүү оюн алып барууда. Бул рет алдап өтүү ыкма жана кайрадан Эшболот бул учурда даяр. Жана Алапканын тосмосу бул рет тосмону жарып өтүүчү бир сокку болгон, кубаттуу сокку. Мында биздин талаш
тарқышыбыз жоқ албетте. Топты ойынға Нұржигит Аманбайұлы қошты. Ал ортода Алапқа жатының соққысы. Бұл рет қана Опай Алапқа жатының қарамағында. Есеп сандары 9-8. Шауылда қайрадан Ешболоттың игілігі, іш әрекетті игілік орын алып, алдыда Алабұқай 2 ұпай айырмашылығы менен. Қараңыздаршы, бүйір қызытқан бір беттеш. Ал ортода торғы тиіп, азғана жерден ұпай алдырып жастаған энергетик. Бұл рет Шауылда да игіліксіз болып, қорғынуда, тосмоды. Алапқа жаты мықты. Ал ортода. Бешінші қатар саны менен Нұрмұхаммад Бектемир ұлы. Фархатты көтерген тау Ешболоттың соққысы қараңыздарчы. Қандай ғана қуатты соққы. Талашсыз Ешболот бүгінгі матчтың MVP-си же олбосо ең мықты ойыншысы деп тауларына шек жоқ. Топта команда капитаны Фархат Газиев ойынға қошты. Жана Елгиз Қочқарали ұлы өзінің командасына албетте ұпай алып келіп беріп отырады. Бұл рет есеп сандары 9-12 алдыда Алабұқа, 9-шы қатар саны менен топты бойыншы. Жана Ешболоттың қайрадан соққысы, бұл рет игілікті орын алып, Алапқа жатын тосмосы біраз тұра емес бағыт алып оғандығын көрдіңіз. Ал ортада топты Сабралиевтердің Инес екенін көрдіңіз. Бұл рет топ қайрадан энергетик жатында Сабралиевтердің кичүүсү Илимбек топты биринчи разрядтагы ойынчу. Тоғынчы қатар саны менен Илимбек Сабралиев жана бұл рет атандашын алдап өтүү аракети игиликсиз жана ұпай энергетик жатын қарамағында есеп сандары 1-де 12-12. Қайрадан Илимбектің қуатты топты ойынға қошуусу. Бұл рет шабуыл жана Ешболоттың соққысы қараңыздарчы. Ең результативдүү, ең bir пайдалуу ойынчулардын бири. Тоғынчы қатар саны менен қайрадан Илимбек. Бұл рет көтөрүп берүү, соққы ийгиликтүү орун алып, бұл рет коргонууда энергетик жаты алсыз, албетте Алапқа жаттынын соққылардагы кубаттуу орун алып барып жаткандыгын көрдүбүз. Ал ортодо топты ойынга кошу. Жана Либеранын Алапқа жаттынын либерасы жаза басканын көрдүбүз. Сыймык Мамуржан уулу топто кабыл алууда жаза басты. Ал ортодо кайрадан энергетик жаты 17 катар саны менен Бексултан Рустамжон уулу көтөрүп берүү жана караңыздарчы кандай гана Марита ыкмасы колдонуу менен Алапқа жаты кезектеги упайын алып отурат. Эсеп сандары 14-14. Жана топто Элгиз Кочкарали уулу соққы жана бул рет өз ара түшүнбөстүктүн артында энергетик жаты кезектеги упайын алып отурат.
Albatta topto Ешболот Үсенұлы, Ешболот топты ойынға қошусы, қуатты соққы жана бұл рет Алапқа жатын Чаулы. Игілік түшке ашалған жоқ, Ешболот соққысы қайрадан бұл рет Ешболот дағы да осы өзінің арамағына да бір ұпай жазып жетішуді. Топты қайрадан өз ойынға қошмақшы. Албетте Ешболот бұл рет жаза басып, Алапқа жатына бір ұпай иғарып бер отырады. Есеп 15-16. Алдыда Энергетик. Абдыбек Насировты топты ойынға қошусы. Жана Ешболот бұл рет соққыда игіліксіз иш алып барып, Алапқа жаты пайдасына шешіліп отырады. Абдыбек Насиров топты қайрадан. Жаза басып бұл рет топторға тиіп қалғанын көрудіз. Жана топты Энергетик жаты. Есеп сандары 16-17. Алдыда Энергетик. Бұл рет Алапқа жаты тараза ташын теңеп. Есеп сандары 17-17 болу отырады. Албетте қылчайнашқан бүйір қызытқан таймаштардың біріне көе болудамыз. Бұл рет Алапқа жатының пайдасына шешіліп отырады. Есеп сандары 18-17. Алдыда Алабұқа. Бұл рет 4-ші қатар саны менен Бектемир Адашбай олу. Либеран топқа келгі бол. Либеран топқа жетіп келу әрекеті. Жана қараңыздар сөз таппайда қалып отырам. Қызықты бір беттеш жүріп жатады. Бұл беттешті көрген кіші дағы көрбеген кіші да арманда кечуді таасир қалтыруда. Ал ортодо топты ойынға қошу. Жана бұл рет Чаул дәрексіз. Жана соққу. Албетте 17 қатар санымен ойын алып барған Нұржигит. Кечірестер Бексултан Рустамжонұлы. Өзінің Энергетик жатына ұпай алып келіп беріп отырады. Топты ойынға қайрадан қошу. Бұл рет Ергистен Чаулуына болған әрекет. Жана қайрадан топ қайра Алапқа жатында. Соққу. Қараңыздарчы қандай ғана. Тақ қана орысша айтмақшы тапочки. Же болбосо тақ қана бұтына барып түшкен топ. Бұл рет Алапқа жатын пайдасына жазылып отырады. Есеп сандар 19-19. Ешболоттың соққысы бұл рет игілікті үшке ашып, Алапқа жатын тосмосы жайлы отырады. Албетте бұл беттеш біздің есімізді көп уақытқа шейін қалады деген шеніштеш. Ал ортада топты Газиев Фархат ойынға қошты. Соққы олған әрекет. Жана қараңыздарчы. Ұпайдан ұпайға. Бірін артынан бірі. Ұпай қуалау менен. Бұл екі жат. Қайрадан есеп сандарын теңе отыршат. Жоғырда бұл өткен беттештердің бірінде дағы. Шындай бір қызықты сеттердің біріне көе олған бұз. Ал ортада топты Сабыралиевтердің кечүүсү Илимбек. Жана бұл рет Алапқа жаты топты қаулалда игіліксіз. Тайм-аут Алапқа жатында.
Сабыралиевтердин кенжеси Илимбек топты оюнга кошууда. Бул ирет топту кабыл алууда. Алапка жатын 4-чү катар саны менен оюн алып барган оюнчусу Бектемир Адашбай уулу жаңылышып отурат. Ооба, албетте эсеп сандары 23-20 алдыда Энергетик. Алапка жатын соккусу жана упай кайрадан Энергетик. Жатынын пайдасына чечилип отурат. Матч поинт. Ал ортодо Сабыралиевтердин кенжеси упай алып келип бере алабы? Бирге бололу. Бул ортодо көтөрүлгөн топ жана алапка жатын чабуулу. Дарексиз. Атандаштын жарым таласына өтүп кеткен соң бул ирет алапка жаты Энергетик жатына жеңилип берип отурат. Энергетик жатын күйөрмандарын чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми алапка жатын күйөрмандарын али алдыда көптөгөн беттештер күтүп турат демекчибиз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Кызматыңыздарда мен Жанат Рыскул болдум. Экрандардан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Спортту сүйүңүздөр, спорт менен болуңуздар.